Әр күніңіз сәттілікке толы болсын ағайын. Бүгінгі тақырыбымда сәуір айында туылған ерлер мен әйелдер туралы айтатын боламын. Мінез ерекшелігіңіз туған айыңыздың сипаттамасына сәйкес келе ме, әлде үйлеспей ме? Ғылыми зерттеушілердің айтуынша, әр айдың адам ағзасы мен психологиясына, әлеуметтік жағдайына әсері бар екен. Ал сіз қай айда тудыңыз? Сәуір айында туған адамдарға тән мінез қаталдық. Олар алға қойған мақсаттарына жету жолында батылдық пен табандылық таныта күреседі. Шешімді тез қабылдайды және өзіне өзі есеп беріп тұруды ұмытпайды. Бұларды толғантатын басты мәселе өздерінің тұрмыс жағдайы. Ер адамдар некеге тұру мәселесінде сезімнен гөрі есепке көп көңіл бөледі. Бір қалыпты өмірді сүйеді. Ал әйелдер үшін тұрмыс жағдайы басты мәселе емес. Ол үшін ең бастысы адамгершілік пен сыйластық. Күйеуі мен отбасы мүшелеріне құрметпен қарайды. Ақылы мен ашық жарқын мінезінің арқасында көпшілікке ұйытқы бола біледі. Құрметті оқырмандар, бүгінгі видеом сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарийде өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіз. Достарыңызға таратуды ұмытпаңыз.